Сәлем оқушылар, сіздермен бірге Елдана апай. Бүгін біз Қазақстан тарихынан кезекті сұрақты талдайтын боламыз. Бізде астық өндіруде сақталған әдіс дейді. Бұл бізде дұрыс жауабы экстенсивті әдіс болады. Оны сіздер 9 сынып мектеп баспасынан 32-ші беттен қарай аласыздар. 11-ші параграфта тың жерлерді игерудің экономикалық, экологиялық, демографиялық салдарлары айтылған болатын. Бізде экстенсивті алу деген экстенсивті әдіс деген не деп сұрасаңыздар, қарапайым тілмен айтатын болсақ, бұл сапаға емес, санға жұмыс жасау. Мысал ретінде ауыл шаруашылығында егінмен айналысатын адамдар бар, иә. Сол егінмен айналысқан кезде бізде жерден көбірек астық алу үшін оған тыңайтқыштар сеуіп, жаңадан сорттар шығарып, бізде оның сапасын өсірмейді. Керісінше, мысалы 10 гектар жер болса, тағы да 10 гектар жерді қазып, бізде жыртып, сол жерден егістіктен өнімдер алу болып табылады. Яғни оның сапасын өсірмейді, керісінше санын өсіріп, бізде сол арқылы астықтардың санын көбейту болып табылады. Бұл жалпы бізде қолайсыз әдістердің бірі болып табылады, өйткені көптеген жерлерден құнарсыз жерлер болады, сол жерден бізде астықтар келмейді, және де жыртылған жерлердің саны көп болғандықтан жерлер жарамсыз болып қалады. Және де тағы да басқа салдарларын осы 11-ші параграфта толық оқи аласыздар. Бізде негізі осы экстенсивті әдісті қолдану мақсатында бізде көбірек өнім алу керек болған болатын, бірақ бұл саланың құрылымын жетілдіруге алып келмеді деп жазылған кітапта. Жалпы осыны толық оқып шықсаңыздар, бізде ОБТ-да өте жиі келетін сұрақтардың бірі тың және тыңайған жерлерді игеру деген тақырып. Сол себепті бір толық оқып шығыңыздар.